seconds. 31 seconds, and we're going for auto sequence start. Here we go now on the offense. Assalamu alaikum қадірлі қазақ елі. Мен Абзал достар. Бүгінгі мен қозғайтын тақырып ол бүгінгі күннің батырлары жайлы. Біз бүгінгі күні өз батырларымызды тани алып жүрміз бе? Осы мәселе жайлы. Мынау соңғы кезде әлеуметтік желіде қылмыс әлемінде Диги Арман деген атпен белгілі Арман Жұмагелдиев есімді азаматты эстрада жұлдыздары болсын, айтыскер ақындар болсын, белгілі спортшылар болсын, оны бүгінгі күннің қаһарманы, бүгінгі күннің батыры ретінде дәріптеу кеңінен белең алуда. Бірақ ол шын мәнінде батыр ма? Біз бүгінгі күннің батырлары деп кімдерді айта аламыз? Қазақ әу бастан батырға кенде болмаған, қазір деген емес. Бірақ бүгінгі күннің батырлары деп бүгінгі Назарбаевтың қылмыстық тобы басқаратын режимге қарсы шыққан, басын бәйгеге тігіп, қараған басын ғана қамын ойламай, бүгінгі күндегі ұлттық мәселелерде, үлкен ұлттық мүдделер түйіскен жерлерде үн қосқан, үндемей қалмаған, бүгінгі билікпен белсене күресіп жүрген әрбір азаматты батыр деп атай аламыз. Мынау Диги Арман Стамбулда отырып, үндеу жариялап, біз барыс болу керекпіз, біз қасқыр болу керекпіз деп түрлі сондай үндеу жариялап жатыр. Бірақ біз қазіргі уақыт құр айғай, жалаң ұранмен оқып кететін уақыт емес. Бізге Назарбаевта осыдан қаншама жыл бұрын 2020 жылға шалқып өмір сүреміз, 2030-да барыс боламыз деген. Бірақ мынау 2020-да келіп жетті. Бірақ елдің жағдайын өздеріңіз көріп отырсыздар. Тықтаған ел, тоналған, осындай қиын жағдайда өмір сүріп жатқан Қазақстан. Енді біз бүгінгі күннің батыры деп кешегі шаңырақ оқиғасында халықтың жағында болып, сол көзқарас үшін халықтың жағында болғаны үшін қазір 15 жылдан астам түрмеде отырған, өз пікірінен қайтпаған Арын Атабекті батыр деп айта аламыз. Білімді болып, ғылымды болып, өзінің ғылымы, білімі батыс елдерінде сұранысқа ие болып тұрған кезде кез келген ұсыныстан бас тартып, елдің мүддесі үшін жұмыс істеген мемлекетшіл тұлға Мұхтар Жәкішев қазір түрмеде отыр. Оны батыр деп айта аламыз. Одан соң кешегі 2016 жылы жеріміз сатылып кеткелі тұрған кезде Атырауда халықты бастап алаңға шыққан және басқа өңірлерде де халықтың алаңға шығуына түрткі болған, мұрындық болған Макс Боқаевтарды, Талғат Аяндарды біз батыр деп айта аламыз. Және кез келген бүгінгі билікке қарсы шығып жүрген, Назарбаевтың түрмесінде отырған және отырып шыққан кез келген белсенді азаматты бүгінгі күннің батыры деп айтамыз. Ал мынау Диги Арман деген адам, ол бүгінгі биліктің қол баласы. Олай дейтін себебім, ол қазақстандық демократиялық күштердің жиындарының шырқын бұзумен айналысқан адам. Ол мүмкін мықты спортшы болған шығар кезінде, атыс шабыстың шебері шығар, бірақ ұлттық мүддеге келгенде үндемей қалған адамды бүгінгі күннің батыры деп атау ол үлкен қате нәрсе. Оны қылмыс әлеміндегі кешегі Режи Алмаздар мен Сабыр мүсілімдермен салыстыруға келмейді. Режи Алмаздар, Сабыр мүсілімде қазақтың мүддесін ойлаған, режимге қызмет етпеген адам, сол үшін құрбан болған адамдар. Олармен бұл кісілер, Диги Арманмен ол кісілермен салыстыруға мүлдем келмейді. Біз кімнің жақсы екенін, кімнің жаман екенін айыру керекпіз. Сөзімнің соңын Хакім Абайдың мына өлеңін аяқтағым келіп отыр. Қалың елім, қазағым қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа тұстау мұртың, жақсы менен жаманды айырмадың, бірі қан, бірі май болып енді көрдің дейді. Хакім Абайдың 100 жылдан астам айтып кеткен осы өлеңі әлі күнге өзекті, әлі күнге маңызды. Біз саяси ояу болу керекпіз, біз белсенді болу керекпіз. Біз бен сіздің ұрпағымыз үшін, қазақтың мүддесі үшін түрмеде отырған саяси тұтқындарды, Назарбаевтың түрмесінде отырған саяси тұтқындарды, Арын Атабекті, Мұхтар Жәкішевті, Макс Боқаевты және одан да басқа көптеген саяси тұтқындарды босатып алу үшін біз жұмыс жасау керекпіз. Біз кім батыр, кім қорқау екенін тани білу керекпіз.